Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен шаймен ішкенге тездетіп, осындай керемет тәмді жұмсақ зебра пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Кішкене қант еруі қажет бізде. Одан кейін барып сүтімізді құямыз. Үстінен жылы сүт болу қажет. Мұздай сүт болмайды, көтерілмей қалуы мүмкін біздің пирогымыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызға бөлек ыдыста тұрған кезінде алдын ала бірінші разрыхлитель салып араластырып аламыз. Содан кейін барып жұмыртқа массамызға 2-3 бөлікке бөліп жаймен араластырамыз. Бірдесінен барлық ұнды салуға болмайды. Араластыру өте қиын болып қалады. Қатты қою болып кетуі мүмкін, немесе аз болып қалуы мүмкін. Біздің қамырымыз осылай болу керек. Көрінісі енді бізде зебра пирог болғандықтан екі бірдей ыдысқа екеуін бірдей етіп пирогтың қамырын бөліп аламыз. Біреуіне 2 ас қасық какао салып жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Арасында комочка болып қалып қалмау керек. Енді формамызға пергамент қағаз төсейміз, немесе сармай ма, пісте май ма жабыс қалмау үшін жақсаңыздар болады. Содан кейін барып ақ қамырдан, какао қосылған қара қамырдан 2 ас қасықтан салып, біртіндеп осылай кезектен салып шығамыз. Ең соңында салып болғаннан кейін шпажка немесе осылай зубочисткамен зебраның осылай әдемі формасын сүйретін салып осылай сәндеп аламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде зубочисткамен осылай тексеріп көріңіздер. Әбден суығаннан кейін барып формасына шығарамыз. Кесіп шай іше берсеңіздер болады. Өте керемет әрі дәмді пирог болады. Әрі жасалу жолы оп-оңай. Рецепті де үйлеріңізден заттарын беймарал таба аласыздар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, коммент жазып қойыңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар.